Сәлем достар, қалайсыздар? Еркелерге ертегі каналында тағы да су жаңа ертегі. Гүлжазира апайларым бүгін сендерге су туралы ертегі айтады. Ал сендер тыңдауға дайын болсаңдар, міндетті түрде ертегі біткеннен кейін лайк басып, комментарий қалдырып, және достармен бөлісуді ұмытпаңдар. Ендеше бастайық. Сусыз тіршілік жоқ дейді. Иә, тура солай. Ендеше бүгінгі ертегіміз сумен байланысты болады, балалар. Табиғатта судың қандай түрі бар, білесіңдер ме? Менің білетінім бұлақ, өзен, көл, теңіз, мұхит. Иә, менің ертегімнің кейіпкерлері осы бесеуі болады. Бірде тау басынан сылдырлап ағатын бұлақ депті. Әй, қараңдар, жараңдар, менің атым бұлақ, таудан сырылдап ағамын, көңіл күйім тамаша. Өзім билегенді, секіргенді ұнатамын, тастан тасқа, таудан төмен қарай ағамын. Мен адамдардың бәрі жақсы көреді, суым тап-таза, мөп-мөлдір. Шөлдесең шөлді қандырады, ыстықтасаң бірден суытамын. Осындай қасиетке иемін. Мөлдір су бар бұлақты кім ұнатпасын? Мен секілді көңілді ән айтып билегенді ұнататын болсаң, сен демек бұлаққа ұқсайсың. Судың ең төресі бұлақ дейді. Бұны естіген өзен жаймен сырылдап ағып. О, бұлақ, сенің барар жерің онша алыс емес, қашық емес. Мен сияқты тыныш қана. О, бастан ағып ұзын жолдың бойымен елді мекен. Тау тасың бар, бәрін аралап ағамын. Мен далада да, орманның ішінде де, тіпті қалада да жүре беремін. Ең дұрысы өзен секілді, арнам биік, суым өзім секілді сыпайы, сабырлы, арасында жел тұрғанда ашуға мінетін сәл ғана толқындарым бар. Менің өмірімде, өмір жолымда ұзақ, сондықтан судың ішінде төресін мен дейді. Бұны естіген көл, өзен қатырасың. Жолым жіңішке, жолым ұзын деймісің? Су болғаннан кейін мен секілді, көл секілді, бұлай кең, ашық, құшағы ашық, айналасындағы малға да, жанға да пайдалы мен секілді болу керек. Көл дегенің керемет. Жазда мұздай боламын. Терлесең теріңді басасың. Айдыным сондай көкпеңбек. Судың төресі көл ғой. Қайтесің ұзын алыс жерлерді шарлап. Жеп жіңішке болып аққаннан мен секілді үлкен жалпақ жерді алып жататын көл болу керек. Бұны естіген теңіз. Мына жақта не шу болып жатыр? Бұлақ, өзен, көл, су төресі мен дейме. Бұлар теңізді көрмеген екен ғой. Мен теңізбін, толқындарым тулаған. Мен ащы да болам, тұщы да болам. Менің көлемім, көл сенің қасыңда, менің тырнағыма да татымайды. Материктерді қосып жатқан теңізге жету қайда. Күн ашық болса толқыным басылып, сабырлы, инабатты ибалығы секілді, жанға жайлы, емге шипа боламын. Ал жел тұрып, ашуға мінсем, менің толқындарым ешкімді аямас. Жағаға лақтырып жіберемін, немесе жағада жатқан адамды өсіме қарай тартып аламын. Теңіздің тіршілігі мол, үстінде адам, баратын жеріне барады кемесіне мініп. Астым толған балық, судың төресі теңіз,
не айтып отыр бұлар дейді. Бұны естіген балалар адуынды мұхит ашуға мініп, бұл жақта не дау, судың төресі бұлақ, өзен, көл, теңіз дегенді қайдан естіген ей бұлар? Мен су патшасы мұхитпан. Бұлардікі не дау? Құдай, судың төресі мен, ұшы-қиыры көрінбейтін су төресі мұхит. Өзім қандай үлкен болсам, менде мекен ететін балықтар мен жануарлардың да көлемі үлкен. Айтыңдаршы, қай өзен, көлде немесе теңізде кит көрдіңдер, а? Қай жерден сендер үлкен балықтарды көрдіңдер? Олардың мекені мұхит. Мұхитқа жетер жоқ. Осымен сөзді доғарыңдар. Ашуыма тисем, жер бетінің барлығын мен өзім ақ басып алатын қасиетім бар. Анамыздықтарды ертсе, бүкіл жер бетін су басады. Сонда көрерсіңдер кімнің құдіретті екенін дейді. Бұны естіген бұлақ. Расымен де менің көлемім кішкентаяқ, таудың басынан етегіне ғана дейін ағады екем. Бірақ енді мен қыста қатпаймын ғой, жаймен болса да ағып тұрам. Менің маңызым жоқ болды ма екен дейді. Өзен болса, менің жолым жіңішке, баратын жерім ұзақ болғанмен, менің де пайдам жоқ емес. Адамдар да балығын аулайды, баратын жеріне үлкен кеме болмаса да, кейде қайықпен, кейде кіші кемемен жететін жеріне жетіп жатады. Көл болса, иә достар, менің де қыста кейде қататыным бар. Бірақ сонда да мұзды жарып адамдар балық аулайды. Үстім көк күмбек, айдында барлығы сырғанақ деп еді. Менің де қажетім жоқ емес адамзат баласына дейді. Бұны естіген теңізде менде де үлкен киттар болмаса да балықтың сан алуан түрі бар. Үстімде кеме, астымда балық. Бұл мұхиттың не дегені? Көлем үлкен болғанмен ағалық танытып, бізді бір кешірмей ме екен дейді. Бұны естіген Нұх пайғамбар келіп, оу, тынышталыңдар, сендердің барлықтарыңның үлестерің мол. Сылдырлап аққан бұлақ, суы мөлдір таза, емге шипа дәру, сенің де маңызың зор. Ұзын-ұзын тораптармен елді мекендердің барын аралайтын, қала демей, дала демей, күн ұзаққа жүретін өзен, сенің де еңбегің зор. Көл, сенің де айдының таза, үстіңде мұз қыста сырғанап жүрген балалардың қуанышын көріп, сенің қажетің шамалы деп айту қиын. Ал теңіз, сенің орның мүлде бөлек. Расымен мемлекеттен мемлекетті, елмен ел арасында байланыстырып тұрған өзіңе қалай риза болмайсың? Анау су астындағы балықтарыңды айтпағанда. Ал мұхит, көлемің расымен үлкен, сенің де судың ішінде ең үлкен, зор орын алатының белгілі. Бірақ біреуің болмай қалсаң, адам қалай күн көрер екен? Айтшы, көл сен болмасаң, айтшы, бұлақ сен болмасаң сылдырап ағатын. Айтшы, өзен, теңіз, мұхит, біреуің болмасаң, бұл өмірде, мынау жер шарында қандай өмір болушы елестетіңдерші. Құрғақшылық жақсы емес, адамзатқа су керек, сондықтан да таласпаңдар. Бәріңді де адамдар жақсы көреді.
Тек соңғы кезде өзен көлге, тіпті бұлақтан су алуға барғанда да табиғат аясын шашып, қоқысын жинамай кететіндері жаман. Мұхит теңіздің де қоқысын жинай алмай, экобелсенділер шулап жүр. Сондықтан балалар демалысқа барғанда ішіп жеген тамақтарының құтысын қоқысқа лақтырыңдар. Судың қасиеті жоқ, ол қоқыстарды тазарта алмайды. Онда мекен ететін балықтар мен құстар, жануарлар өліп қалуы мүмкін. Сондықтан да балалар сақ болыңдар. Табиғатты, тіршілік негізі суды аялаңдар дейді. Иә балалар, расымен де біз демалысқа барғанда өзен көлдің жағасына демалсақ не істейміз? Балымызды ақ жейміз, шырын ішеміз, шемішкі шағамыз, оның қоқысын барлығын сол жерде тастап кетеміз. Ол аз десең қауын қарбыз бар, тіпті кәуап дайындаймыз. Үлкен кісілер де мән бермей қоқысын тастап жүре береді. Ал су ашуланса жаман. Біз суға түсеміз, шомыламыз. Судан бір рахаттанып демалып қуат аламыз. Сондықтан демалысқа барғанда өзен көлдің жағасында артымыздан қоқысымызды жинап кетейік депстік қой. Олай болса бүгінгі ертегіміз аяқталды. Қазір біз көлдің жағасында отырмыз, айналамыз таза. Қоқыстарды көрсек міндетті түрде біз қоқыс жәшігіне салуға тырысамыз. Аман болыңдар.